Саламатсыңдар ма балалар? Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибраева Гүлжан Еркінбекқызы. Бүгін мен қазақ әдебиеті пәні бойынша кезекті қашықтықтан оқыту сабағын бастаймын. Сабағымыз сәтті өту үшін бір-бірімізге қолдау көрсетіп отырайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Расул Ғамзатовтың «Менің Дағыстаным» атты әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Бағалау критерийі әлеуметтік қоғамдық мәселені табады, идеясын анықтайды. Расул Ғамзатов Дағыстанның халық ақыны. Расул Ғамзатов жырлары қазақ жұртшылығына да жақсы таныс. Жарық жұлдыздар, Менің Дағыстаным атты кітаптары әр қазақтың төрінде тұр. Шынында да Расул Ғамзатов жырларынан адамға деген соншалық бір жылылық сезіледі. Кейіпкерлерінің мінез әрекеттері, салдығы мен мәрттігі, қайсарлығы мен қайырымдылығы да қазақтан айнымай ұқсап тұрады. Ол бәрінен де бүкпесіз, ағынан жарылып айтады. Туған топырақтың бар маңызын бойына сіңірген Расул екі сөзінің бірінде өз халқының дана қасиеттерін, кесек мінездерін алға тартады. Ылғи да ел мен жер деген іңкәрлікті жырлайды. Ол бұрынғы аңыздар мен бесіктегі жазуларға дейін қисынын тауып құлпыртып, осы бір перзенттік құштарлықты уағыздайды. Әрі үлкен кішіге тұрмыс тіршілігі әртүрлі адамдарға бірдей ұғымды тілмен табиғи түрде шебер жеткізе біледі. Расул Ғамзатовтың «Менің Дағыстаным» атты кітабы әлем әдебиетінің таңдаулы үлгілерінің бірі. Қаламгер Дағыстанның тауын, тасын, суын, шөбін, адамын, бәрін, тіпті аспандағы ай мен күнді де бір ғана Дағыстан деп жырлады. Оның шығармаларын оқығанда Ғамзатовтың рухы, сезімі, жан дүниесі, шексіз сүйіспеншілігі байқалады. Сондықтан оны туған жерін сүйетін әр адам құмарта оқиды. «Менің Дағыстаным» революциядан кейін жастайынан оқу іздеп туған жерінен кетіп қалған дағыстандық суретші жайлы әңгіме. Кейін итальян қызына үйленіп, еліне қайта алмай қалады. Қартайған суретші қайта барса да туған жерін аңсап, сағынып зарығады. Сол сезімдерін сурет арқылы бейнелейді. Автор суретшінің сағынышын оның салған суреттері арқылы жеткізеді. Туған жер адам өмірінде киелі орын алатындығы, оны ешбір жер айырбастай алмайтындығы әңгімеге арқау болады. Сонымен қоса, туған ана тілі де сөз етіледі. Міне балалар, «Менің Дағыстаным» әңгімесінің идеясы Расул Ғамзатовтың туған жерге деген махаббаты, ыстық ықыласы, шексіз сүйіспеншілігін білдіріп тұр. Ал енді әңгімеге танысып болсаңдар, мына топтастырумен жұмыс жасайық. Балалар, топтастырып болсақ, енді алған білімдеріңді қорытындылап, мына сілтеме бойынша жұмыс жасаңдар. Балалар, өз білімдеріңді жақсы көрсете алдыңдар. Үйге тапсырма. Туған жер, ана тілі туралы мақал-мәтелдерді жатқа айту. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.